Гүлфайрус Исмаилова 1929 жылы 15 желтоқсанда Алматы қаласында дүниеге келген. Шын есімі Қоңарбаева Күлпаш Таңсықбай қызы. Орыс құрбылары Культя деп атаған. Есімі ұнамаған соң төлқұжат алған кезде атын Гүлфайрус деп өзгертіп алады. Оның жастық кезі Қазақстандағы ашаршылық пен сталиндік репрессиялар уақытына келіп, мектеп кезі екіншілік дүниежүзілік соғыс мезетінде өтеді. Мектепте сурет сабағын жақсы көретін жас қыз мектеп газетін безендіру, жергілікті госпитальда соғыстан жарақаттанған солдаттарға сурет салумен айналысады. Суретші қыз солақай болады. 1944 жылы Алматы көркемөнер училищесіне түсіп, өзінің кәсіби шығармашылық жолын Черкасскийдің шәкірттігінде бастайды. 1957 жылы Репин атындағы Ленинград көркем сурет институтының графика факультетін бітіреді. Міне, осынау соңғы оқу орны қабырғасында жүріп, біздің әйгілі суретші, кино актриса апайымыз Гүлфайрус Исмаилова өмірлік жары Евгений Сидоркинмен танысады. Екеуі қатар оқыса керек. Екінші курстан кейін әпкеміздің ұсынысы бойынша болашақ жолдасы тәжірибелік сынақты қазақ елінде өткен. Ал үшінші курста екі жақтың да ата-анасынан жасырын түрде неке қиған. Сол сәтте екеуі де 22 жаста көрінеді. Институт түгесілген соң жас жарымен қол ұстасып Алматыға түбегейлі ауысады. Осыдан ақ жездеміздің апайымызды шексіз сүйетіндігін аңғаруға болатындай. Әйтпесе бүкіл болмысы, қаны жаны орыс жігіті айдаладағы қазақ жерінен не жоғалтты дейсіз. Бірақ осына өнерлі сымбатты жігіттің келуін жергілікті тұрғындар екідайлы қабылдайды. Қазақ қыз бала жат жұрттық дегенімен мәпелеп өсірген перзентін орысқа немесе неміске тисін демейді ғой. Тіпті бірде ел серкесі Дінмұхамед Қонаев Гүлфайрус қарындасынан орысқа шыққаның не деп аңтарыла сұраған екен. Өткені жақсы көремін, сүйемін депті Гүлекең. Ай, қиын болдау сендерге. Ештен етпес, шыдармыз. Айтқандай-ақ оңай болмаған секілді. Негізі Гүлфайрустың орыс азаматымен жұптасуын екеуімен Ленинградта қатар оқыған белгілі суретші құрдастары әуелден аса құптай қоймаған-ау. Жарайды, белгілі бір кезеңдегі достық қатынаста тұрған дәнеге де жоқ шығар. Ал діні, тілі бөтен елдің баласына тұрмысқа шығу деген санаға сыймайтындай. Оларды да түсінуге болады. Сөйткен күйеу баланың жергілікті жігіттерге көзге шыққан сүйелдей көрінгені белгілі. Қызғаныш орынды ма дейміз. Себебі Гүлфайрус қатардағы көп сұлудың бірі емес едің. Бүкіл елдің көз қуанышы. Қалайша қызғанбайсың? Әйткенмен кейбір тұрғылықты адамдар соқтығуды қоймайды. Көшеде Гүлекең бұзақылардан шырылдап күйеуін қорғап, туфлиін шешіп алып, өзі де төбелеске талай араласыпты. Осындай сәттердің бірінде оңбай таяқ жеген жолдасы ауруханадан бірақ шықса керек. Женя, мүмкін Мәскеуге кетерсің, өлтіреді ғой сені мыналар деп жалынған кездері де кездесіпті. Онда сендей ақымақты қайдан табам? Және дәл сенде лапша даярлап беретін кім бар маған ол жақта деп күлетін көрінеді. Гүлфайрус Исмаилованың отбасымен автопортрет туындысы 1975 жылы әлгіндей бір келеңсіз тұста салыныпты. Мұны Гүлекеңнің өзі бізге тыныштық беріңдерші, біз бір шаңырақпыз, 3 суретші, күйеуім, мен және ұлымыз деп елге түсіндіргім келді дегені бар. Ол жолдасы екеуі ұлт мәдениетін өрге сүйреумен бірге 1959 жылы туған ұлдары Вадимді де қазақ суретшісі қылып шығарыпты. Жездемізге де ризалық білдірмеске шара қалмайды. Басқа біреу болса, алғаш таяқ жеген күні ақ қазағы да бәрі де құрсын деп еліне тайып тұрар ма еді? Қайтер еді? Өзі 52 ақ жыл ғұмыр кешіпті. Осы уақыт аралығында қыруар дүние қалдырған. Сөйтіп, Гүлфайрус апайымыз екеуі тұтас бір дәуірдің символына айналыпты.